Армысыңдар, құрметті бүлдіршіндер. Мен сендерге бүгін балаларға қазына кітабынан ертегі оқып берем. Қоян мен тасбақа тақырыбындағы. Бір күні қоян қасқырдан қашып келе жатып, секеңдеп бір бұтаның арасына аяғы қысылып қалыпты. Аяғын бұтақтан шығара алмай тұрғанда жортып бара жатқан тасбақаны көреді. «Ей қоян, неғып тұрсың?» деп сұрайды тасбақа. «Ой досым, несін сұрайсың? Соңымнан қасқыр қуып келе жатыр. Қазір ұстап алып, жеп қояма деп қатты қорқып тұрмын. Аяғым бұтаққа қысылып, бір бәлеге тап болдым» дейді қоян. «Досым, сен қорықпа, мен қазір сені құтқарып алам» деп тасбақа ауыр сауытын бұтақтың астына қояды. Бар күшімен денесін көтереді. Сол кезде қоян қысылып, ауырсынып қалған аяғын босатып алады. Сөйтіп, бір үлкен қиындықтан құтылыпты. Досы көпті жау алмайды, ақылы көпті дау алмайды деген сөз осыдан қалыпты балалар.